Достар, үйдегі смесителдің кейбірде су жүрмей қалған жағдайда себептерін бір анықтау үшін осы видеомды көрсетуге жөн көрдім. Ол үшін бізге мынандай инструменттер қажет болады. Мынандай разводной, сосын мынандай біз қажет болып қалуы мүмкін. Сосын шестигранник осындай. Ал кеттік су шығару тұмсықтың жағдайын қарайық, не болып жатқанын. Біріншіден мына кранын ашып көреміз. Су аз ағып тұр, бізде мүлдем ағып кетті десек те болады. Мұның басында мындай фильтр болады, сол фильтрді бірінші шешіп аламыз, соны тексереміз. Ағытып аламыз, асықпай. Оның ішінде негізінде мусор бітеліп қалады, қоқыс бітеліп қалады, тастар кішігірім, мен салған тақпаған әлі сіздерге көрсету үшін негізінде тастар, құмдар тұрып қалады. Соны жуып тастау керек, тазалап жақлап. Сосын қайтып бұрай саласыздар осыны. Кері қарай. Енді тексереміз, ағып тұр, су бізде жақсы ағып тұр. Бірақ оң жағындағы су ағып қайтты. Су салқын суымыз ағып тұр. Яғни бұның ішінде қандай жағдай болды десек, бірінші мына жерінде байқаймыз, бұл жерде мусор ар жағынан тұрып қалуы мүмкін, каналдың ортасында, немесе мына картриджь ішінде картриджь болады, пластмасса механизм, соның ішіне мусор тұрып қалады, сол себептен су ақпай қалады. Ол үшін біріншіден мына смесительді бөлшектеп тексеретін боламыз әрқайсысын. Сосын суды жауып ұмытпау, бастысы соны суды жауып білейік. Міне суды жауып тастаймыз осылай. Ал енді жұмысқа белсенді қорықпай кірісе беруге болады. Мына заглушканы алып тастаймыз, ар жағында бұл да бізде жасырын түрде болт болады. Енді соны шешіп аламыз, ақырындап босатып аламыз. Босатқан кезде алына қалады бізде оңай. Енді мына крышкасына қақпақты шешеміз, қақпақ резьбада бұл оңай шешіледі. Содан кейін кілтпен шешетін боламыз. Басындағы гайканы, осындай жалпақ гайка болады, осыны шешіп аласыздар. Оңай шешіледі бұл. Шешіп алған соң қазір мына картриджді тартып қарасаңыз, мына жерде осындай мусор тұрып қалыпты. Осындай жағдайлар негізінде көп болады. Бұл картридж негізінде сатылады, мындай магазиндерде, дүкендерде арнайы. Бұндайды ауыстыра салуға да болады. Немесе осындай қарасаңыз, мусор тұрып қалса, қоқысты салып қайтып сала салуға болады. Егер де істеп тұрса, өзі орында оригинал тұра берген жақсы әрине. Мені қайтып бұраймыз. Қайтып бұрап, жинап қоятын боламыз қазір. Кей кезде су аға беретін жағдайда осы картридждің кесірінен де болады, ішкі механизмдер шашылып қалады, аға береді, осыны ауыстырып жіберсеңіздер су тоқтайды. Мені осындай қарапайым ғана жұмыс, бұны оқуға да керек жоқ. Ең бастысы қолыңызда кілт сайманыңыз болса болды. Сантехниктің де қажеті жоқ, өзіңіз-ақ сантехник болып кетесіз осылай. Сол ер азаматтың өзі білу керек міндеті ғой, бұл әйел адамдар мысалы кухняның шаруасын білсе, ер азамат осындай үйдегі шаруаларды, кішігірім шаруаларды өздері істеп алған дұрыс осылай. Жігіттер, сіздерге сәттілік, істеп болыңыздар осылай. Міне бізде бәрі оп-оңды, бәрі орнына келе қалды осылай. Жасап алсаңыздар болады міне достар.